Алан, маған сенің көмегің керек. Я, Дана, айта ғой. Бізге сынып сағатынан апайымыз тапсырма берді. Я, қандай? Қарашы, мына суреттердің жанында жазылған тақпақтарды оқып, сұраққа жауап беру керек. О, қандай қызық суреттер. Қане көрейікші. Мектепке күнде Жанаділ біраз кешігіп қалады. Сабақ басталып кеткенде сынып есігін қағады. Қалай ойлайсың, Жанаділдікі дұрыс па? Жоқ, сабақтан кешігуге болмайды ғой. Дұрыс айтасың. Сабаққа уақытында келу керек. Енді келесін көрейік. Асан әркез өзімен әкеледі нан мен май. Ортасында сабақтың жеп алады асықпай. Асандікі дұрыс па? Дұрыс емес. Сабақта тамақ жеуге болмайды. Сағызда шайнамау керек. Өте жақсы. Ал мынау не? Алан, мен мұны білемін. Тыңдашы. Ажар ылғи жарысып, апайдың сөзін қайталайды. Сұрақ қойса айтып тұрып, қол көтермей айғайлайды. Ажардікі дұрыс па? Дұрыс емес. Сабақта қол көтеріп айғайламай жауап беру керек. Бәрекелді. Мына сурет тіптен қызық екен. Не жазылған? Жүгіреді қоңырауда, Айдармен Жомарт. Айғай салып басқаларын итереді соғады. Олардікі дұрыс па? Үзілісте жүгіруге, басқаларға тиісуге болмайды. Жарайсың, дәл таптың. Бұны әр бала білу керек. Дұрыс. Мектеп тәртібін оқушылар білу керек. Бол әрқашан тәртіпті, өзгелер үлгі тұтатын. Ұмытпай әркез есте ұста, оқушының міндетін. 5-ші сабақ. Үзілісте. 1-ші тапсырма. Тыңда. Сұрақтарға жауап бер. Көмек. Үзіліс болды. Кітапханашы жаңа кітаптар әкелді. Балалар, кітап тасуға көмектесіңдер, деді кітапханашы. Біз кітап тасуға көмектестік. Кітапхана үлкен, кең және жарық. Кітапханада кітап көп. Рақмет, балалар, деді кітапханашы. Қоңырау соғылды. Біз сыныпқа кірдік. Ең маңызды ереже. Басқа адамдарға кедергі жасамау. Суреттерді ойластырыңдар және өзара байланыстырыңдар. Тынығу кезінде істеуге болатын және істеуге болмайтын жағдайлар. Өз таңдауларыңды негіздеңдер. Балалардың қайсысы қате істеді? Балалардың қайсысы ережені бұзды? Олардың әрекеттерін бағала. Балаларға қандай кеңес берер едің? Сыпайы әрі ізгі ниетті бол.